Бәріне сәлем. Бүгінгі видео пекинский капустадан тұздалған кимчи немесе чимчи салаты. Күздің соңғы айының аяғында 50 литр бачокқа пекинский капустаны тұздағанмын осылай. Қыс мезгілінде таптырмайтын витаминдердің бірі. Жасау жолы: капустаны екіге бөліп бачокқа салдым. 10 литрлік шелекпен 3 шелек су кетті, 3 пачка тұз кетті. Тұз көп деп ойламаңыздар, керегінше салдым. Суды құйып болған соң үстіне қатты затпен бастырып қоямыз. Су капустаның бетінен асқан соң ауыр затымызды алып тастап, бетін крышкамен жауып қоямыз. Осылай тұздалады. Капуста тұзды суда бұзылмайды, көктемге дейін сақталады. Керек кезде осылай алып, керегін ғана қолданамыз. Үстіп алып, ашты бұрышымызды жағамыз. Бұл жерде менде ашты бұрыш аджиканы қолдандым. Сосын кобрамен үйде тартылған ашты бұрыш бар еді, соны араластырып үстіп жағамыз. Каждый листің арасына жағып шығамыз. Осылай каждый листің арасына жағып, әдемілеп, жақсылап. Кимчи салаты тамақпен бірге қолданған өте керемет, дәмі де ерекше. Корейцтер не үшін қолданады деп ойлайсыздар? Бұл деген семіртпейді екен, витамині мол. Тамақпен бірге жеген кезде қыстың мезгілінде ОРВИ, неше түрлі жөтел, ауру сырқаттарға жақсы екен. Сол үшін олар өстіп аштылап жейді екен. Осылай бәрін жағып шығамыз жақсылап. Бәрін өстіп жақсылап. Содан жаңағы тұзды суын төкпейміз. Тұзды суы да қажет. Қазір видеоның соңында көресіздер. Міне ашты бұрыш осылай. Кобрамен жасалған ашты бұрыш. Ішінде араласқаны бар. Аджиканы да аштысын таңдадым. Екеуін араластырып бірге жаңағы капустамызға жақсылап осылай жағамыз. Капустаның суын төкпейміз. Жаңағы тұздалған суы. Тұздалған суының өзіне қазір осы капустаны батырып қоямыз. Бәрін жақ болған соң. 1 сутка тұрады. 1 суткадан кейін жей берсеңіздер болады. Бұрышы бәрі капустаға сіңгеннен кейін ерекше дәмдері шығады өзінің. Тамақпен бірге қолданып жейсіздер. Осылай бәрін бірін үстіне қойып, кішкене тұрғаннан кейін банкаға салып, жаңағы өзінің суын құямыз. 1 суткаға холодильникке қойып, дана береміз. Ас болсын.